Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай нан тоғыздың ішіне салынатын түрлі түсті нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қызыл түсті қамыр шығару үшін бізге 2 немесе 3 қызылшаны осындай салафан пакетикке ішіне су құйып салып, байлап пышақпен осылай 4-5 жерінен тесіп, микроволновкаға 4-5 минут пісіріп аламыз. 2 түсті қамыр жасау үшін ең алдымен 2 ыдысқа опара дайындап аламыз. 100 грамм суға 2 ас қасық ұнды салып және 1 ас қасық дрожжды салып, дәл осылай дайындап аламыз, екеуін бірдей етіп. Енді жақсылап араластырамыз. Біз қызылша мен сәбіздің соғын дайындағанша екеуі көтеріліп, дайын болып тұрады. Сары түсті қамыр шығару үшін осындай 2 үлкен сәбізді алып, жақсылап турап аламыз. Егер сіздерде соковыжималка болса, өте керемет болады. Ал менде жоқ болғаннан кейін бірінші блендермен осылай езіп майдалап аламын. Одан кейін езілген сәбізді жақсылап бинтке орап сығып аламын. Осылайша қызылша мен сәбіздің соғын сығып аламын. Менде соковыжималка жоқ деп отыруға болмайды. Осылай бармен базар етіп жасауға болады. Қызылшаны микроволновкаға 4-5 минут пісіріп алғаннан кейін қызылшамыз аздап піскендей болды, жұмсақтау болды. Не үшін микроволновкаға пісіріп алды десеңіздер, осылай қызылша негізі қатты болып келеді. Блендермен оңай майдаланады, яғни оңай езіледі. Езіп алған сәбіз бен қызылшаны осындай таза бинтпен сығып алатын боламыз. Соғы оңай сығылады. Ешқандай да қиыншылығы жоқ, осылай оп-оңай бинтпен сығып аласыздар. Сәбіздің соғынан жасалатын тестаға құрамына не керек екендері видеоға түсірілмей қалыпты. Қызылша екеуінің тестасы бірдей, сондықтан да қызылшаныкін көрсетемін. Қызылша қосылған, яғни қызыл түсті қамырымызға 200 грамм жылы сүт, 80 грамм сары май және жаңағы дайындап қойған опарамызды саламыз. Қызылшаның соғын құйып, 2 шай қасық тұз бен 2 шай қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды керегінше салып, жұмсақ қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, сары тестамыз осындай жұмсақ әдемі болып шықты. Оны пакетикке салып қоямыз. Енді қызыл тестамызды илейміз. Ұнды керегінше салып, тағы да жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған тестамызды салафан пакетиктерге салып, 1-1,5 сағат жылы жерге ашытуға қоямыз. Ашытылған 2 түсті қамырымызбен өз қалауларыңызша түрлі формада нандарыңызды дайындап пісіре берсеңіздер болады. 2 түсті қамырдан мен ең алдымен 3 түрлі өрілген нан жасадым, және де бургердің домалақ нанын жасадым. 200 граммнан бөліп алып, өрілген нан жасасаңыздар болады. Ал 150 граммнан бургердің домалақ нанын осылай тараздың көмегімен бөліп жасаңыздар. Сонда қамырларыңыз да, пісірген нандарыңыздың да көлемі бірдей болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен осылай 3 қамырды ұзыншалап жайып алдым, одан кейін өрдім. Дайын болған өрілген нандарымызды бірден пергамент қағазына салып, одан кейін печкаға салып жібермеңіздер. Пергамент қағазына орналастырып, одан кейін бетін салафан пакетикпен жауып, 15-20 минут көтерілуге расстойкаға қоямыз. Формаға келтіріп, артынша печкаға салатын болсаңыздар, қамырларыңыз қатты көтерілмейді, арасы яғни тап болып қалады. Сондықтан да 15-20 минут бетін жауып, расстойкаға қойыңыздар. Қамырдың көлемі 2-3 есе көтерілу үшін. Ал енді бургердің нандарын дайындаймыз. Ол үшін осылай қамырды әбден қолдың көмегімен ішіне қарай қайтара домалақтаңыздар. Сонда бургердің қамыры доп-домалақ піскен кезде әдемі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, өрілген нандарымыз 2-3 есеге көтерілді. Енді бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүтті құйып, бетіне жақсылап жұмыртқаны жағып аламыз. Одан кейін үстіне күнжітті сеуіп,
180 градуста қызып тұрған печкамызға салып пісіріп аламыз. Мен дәл осы нандарды бесік тойға нан тоғызға жасадым. Өте ерекше болып шығады. Табиғи түстерден жасалған керемет нандар. Менің видео рецептерім ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.